Бір қойшы қой бағып жүрсе, бір түлкіні бір аю қуып келеді екен. Түлкі бір тамға кіреді, аю да тамға кіремін дегеніне тар есігіне кеудесі сыймай, бөксесі сыймай қалады. Ал түлкі болса, бір тесігінен жылт етіп шығып, айналып есікке жақындайды да, есікте не әрі не бері шыға алмай тұрған аюды әуеждап күліп кетеді. Оны қойшы көріп қояды. Аю әрең дегенде қайта шығып жан-жағына қарайды. Болған жағдайды бақылап тұрған қойшыны көреді. Қойшыға жақындап келіп, қойшы, сен не көрдің?" деп ақырады. Қорқып кеткен қойшы, "Ойбай, ештеңе көрмедім" деп жауап береді. "Жарайды, көргеніңді айтсаң өлесің" деп аю кетіп қалады. Кешке ауылына келген соң, қойшы көрген кездескен бәріне айтады. Ауылдағы бала-шаға оқиған өлең қылып айтып, күлкі етіп жүреді. Мұны естіп ыза болған аю қой жайып жүрген қойшыны іздеп табады. "Ештеңе көрмедім, ештеңе айтпадым" деген уәдең қайда? Енді сөзіңде тұрмадың. Сен мен жеп қоямын" дейді аю. "3 күн рұқсат бер, үй ішімнен ағайын туғанмен қоштасып келейін" деп қойшы сұранады. "Жарайды, 3 күн рұқсат берейін" деп аю кетіп қалады. Қойшы 2 күн үй ішімен ағайын туысқанмен қоштасып уәделескен уақытында 1 күн қалғанда далаға жылап отырса, қасына әлгі түлкі келеді. Қойшым, неге жылап отырсың?" деп сұрайды. "Ойбай, осылай да осылай, бәрі сенің кесірің. Енді өлетін болдым" деп жауап береді қойшы. Үндеме, мен саған көмектесейін, аюдан қалай құтылудың амалын табайын. Ал сен маған не бересің?" дейді түлкі. Қойшы қуанып кетіп, "Ойбай, не қаласаң соны беремін" деп жауап береді. "Егер сен мені аюдан құтқарсаң, мен саған өзіңнің бір бүйрегіңді бересің бе?" дейді түлкі қулана. Қойшы қатты сасады, бірақ басқа амалы болмағандықтан "Мейлі, берейін" деп келіседі. Сонда түлкі: "Ауылыңа барып демал, ертең осы жерге кел, аюды күт. Аю келгенде анау жерге шаңды бұрқыратып мен жүремін." Аю сұрайды: "Анау неткен шаң?" деп. "Сонда сен ол ханның баласы әйелі аюдың жүрегіне жерік болып соны іздеп жүр" деп. Аю қорыққаннан қашып кетер дейді. Екеуі уәделесіп түлкі кетеді. Келесі күні қойшы аюмен кездеседі. Аю алыстан бұрқыраған шаңды көреді де, аю: "Қойшым, анау бұрқыраған не шаң?" деп сұрайды. "Ол ханның баласының шаңы, әйелі аюдың жүрегін жерік болып соны іздеп жүр екен" дейді қойшы. "Ойбай, қойшым, онда мен тезірек қашайын. Тек сен мені көргеніңді айтпа" деп қаша жөнеледі. Осыны алыстан бақылап күліп тұрған түлкі аю қаша жөнелісімен қойшының қасына келіп: "Қойшым, мен саған көмектестім, енді уәдеңді тұр" дейді. "Маған бір бүйрегіңді бер" дейді. Қойшы қипақтап жыламсырап белбеуін шешеді. Осы кезде 3 күн бойы жөні ұйықтамай алмаған, жөнді тамақ ішпеген қойшының іші құрылдайды. Түлкі қулығын тіге қойып: "О не қыңсылаған?" деп сұрайды. Сол арада қойшы: "Түнеу күні бір тазының күшігін жеп қойып едім, сол енді үлкен тазы болып ішінен шығайын деп қыңсылап жатыр" дейді. Түлкі қорқып: "Ойбай, қойшым, ендеше дос болайық, тазы шығып кетпесін" деп қаша жөнеліпті. Міне түлкінің қулығы үйренген қойшы басына туған ауыртпашылықты осылай құтылыпты.